Адам баласы қайдан келді? Адамды Құдай жаратты ма? Бұл сұрауға әр уақытта, әр жерде түрлі жауап болған. Қазақ қырғыз адам баласы адам атадан, адам атаны Құдай балшықтан елеп жаратқан деп нанып ашыған сүттей ойып қойған. Бұл пікір біздің жұртқа исламмен ере келіп жабысқан. Ислам мұны Інжілден, Інжіл Дәуреттен, Дәурет Вавилониядан алған. Тұнған мөлдір суға, айнаға үңілтсе қырмызы қызыл гүл, жексұрын бақа, пұшық, жібек қыз, ақ қара бәрі бірдей түседі. Айнамен су тексермейді, бәрін қабыл алады. Бала тексеруге қараңғы, дәл осы айнамен су нені көрсе, нені естісе, жақсы, жаман, өтірік, шын демейді, бәрін алады, бәрімен пайдаланады. Білім жоқ, надан, қараңғы жұрт дәл бала өтірік айт, шын айт, нана қалады. Тергемей, тексермей, жинап жоқты малданады. Өтірік атадан атаға, баладан балаға мирас болып, атамыз айтқан болады. Өтірік бекіп, орын теуіп, Құран сөзі Құдай сөзі болады. Біздің қазақ қырғыз жұрты малданған бір адам ата кірпіштей балшықтан жаратылған деген Вавилония қаңғымасы. Адам баласы қайдан, қалай өзгеріп, құбылып, гүлденіп, миланып, ақыл есі болып, дүние батшасы болған баяндайтын мына Анушин кітабы. Бауырым қазақ баласы, оқып мұны қарашы. Секунд сайын, минут сайын, сағат сайын, күн сайын, жыл сайын, 100 мың миллион жыл шексіз уақыт қанша созылса, сонша зат жылжып болып, көзге көрінбей өзгеріп, құбылып отырады, судай жылмиып ағып тұрады. Осы зат өмір қалпын өзгеріс, құбылыс жолын білім, эволюция дейді. Бұл қазақша шабан құбылыс болады. Осы күні білім жолының алдында алған шырағы, қараған қарауылы, сүйенген таяғы, түзу мылтығы, жүйрік аты, қыран бүркіті осы шабан құбылыс, эволюция жолы. Зат құбылып отырады. Өнетін, өсетін, өлетін заттың қысқаша, тереңге кетпей өсімдік, шөп, жануар бәрі аталас болады. Шабан құбылыс көп уақытқа айырып арасын ашып жіберген. Жанды жануар екі бастан аталас. Адам баласы жануардың бір отауы болады. Осы біздің қазаққа жат пікірді сипап, сыдырып тереңге кетпей, бірер мысалмен сипаттайын. Жылан кесертке құспен туысқан. Мұхитта кит балық баласын сүтпен асырайтын жануармен туысқан. Міне осы пікір ат үстінен қарағанда сенімсіз, түндей қараңғы тексере келе бұлттан айыққан күнде ашылады. Соқырға таяқ ұстатқандай анық болады. Өзге шын балық уылдырықтан жұмыртқасы өсіп өзгеріп балық болады. Кит баланы өзге емшекті жануарша ішінде көтереді, баласын сүтпен асырайды. Балық демді мойнындағы тілдіктен алады. Кит демін өкпемен алады. Осымен балық кит біздің түйе, сиыр, жылқы, қой, ешкі, арқар, қасқыр мен аталас болады. Маймыл бір аяғымен адам жолында, екінші аяғымен емшектегі баласын сүтпен асырайтын жануар жолында тұр. Осы маймыл адам мен жануардың арасындағы жалғасы. Мұны шабан өзгеріс, құбылыс, эволюция. Ізденіп тексеріп ақыл талқысына салып қараса, соқырға таяқ ұстатқандай анық көрсетеді. Адам тегін баяндайтұғын шабан өзгеріс, құбылыс жолы осы Анушин кітабында жазылған.